Баршаңызға сәлем. Бүгін мынандай сіздерге духовкасыз, онсыз, желесіз 10 минутта дайындайтын морозка тортын ұсынамын. Каналға әлі тіркелмегеніңіз, тіркеліп кетуіңізді өтінемін. Ол үшін 1-2 бананды алдын ала турап дайындап аламыз. Сосын форманың табанына туралап, пергамент қағазын кесіп дайындап аламыз. Ары қарай табаққа 100 грамм қант, үгітілген грек жаңғағы, 500 грамм творог, бір банка сгущенное молоко, осылардың бәрін қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын массаның жартысын формаға салып, жақсылап тегістеп аламыз. Ортасына алдын ала турап алған банандарымызды қойып шығып, екінші жартысын құямыз. Массаның екінші жартысын құйып, тегістеп алғасын, үстін өз қалауымызша әрлейміз. Сосын оны 5-6 сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Менде мынандай нәзік торт шықты. Ал сіздер каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Торғын, Ас TV мастер каналынан.